Selamun Aleyküm. Aleykümselam, amanıslarma, жақсыларма. Бағана бір сахабалардың бір қиссасын, оқиғасын тыңдап, кішкене күлмедім. Сіздер де естіп қалыңыз деп осы видеоны жазып жатырмын. Сахабалар да, олар да адам, періште емес, қателеседі. Кішкене ауыздарынан ыңғайсыз сөздер шығып кетеді. Сөйтіп жаңа Ақил дейтін сахаба болған, Али ибн Аби Талибтің ағасы. Ол кісі исламға кішкене кешірек кірген. Ақил жағдайы нашар болған, бай емес. Сөйтіп Фатима деген бір әйел болған. Фатима, пайғамбар салам қызы емес, басқа бір әйел, Фатима деген. Әкесінің аты Утба. Жағдай жақсы болған, бай болған. Әкесі Утба, одан кейін әкесінің бауыры екеуі Бәдір шайқасында екеуі өлтірілген. Яғни кәфір болып өлген екеуі соғыста. Бәдір соғысында, шайқасында. Фатима Ақилға айтқан: мен үйленесіз бе? Жағдайыңыз мен жасап берем. Жағдайыңызды жасайын, бірақ бір шартым бар. Менің мінезім ауыр, ашушақпын. Маған сабыр қыласыз. Сізден сабыр, менден ақша деген ғой. Сөйтіп екеуі үйленген. Фатима өнебі мына сөзді күйеуіне тигізіп айтады деген. Не мақсатпен білмеймін. Яғни былай дейді: әкем Утба, әкемнің бауыры Шайба қайда? Деп тигізіп айтады деген күйеуіне. Мүмкін күйеуіне былай тигізіп айтқаны, яғни әкем мен әкемнің бауыры кәфір болып тозаққа кетуіне себеп болған сендерсің дегендей. Өйткені Ақил пайғамбар саламның көкесінің баласы ғой. Сол мақсатпен айтқан шығар, білмеймін енді анығын, Аллаху әлем. Бірақ күйеуіне сондай тигізіп айта береді деген. Қайда әкем Утба, қайда әкемнің бауыры Шайба деп айта береді деген. Ақил да үндемей қоя салады деген, тиіспейді, жауап бермейді, үндемей. Жаңа баста сондай шарт бар ғой, ақша менен, жағдай менен, сабыр сізден болсын деп сабыр ете дегенде үндемей. Сол күндердің күнінде Ақил үйге ашуланып келеді. Яғни бір жағдай болған далада, үйіне ашуланып кіреді деген. Сол әйел де байқамай бұрынғы сөзді қайтадан айтады деген. Қайда? Әкем Утба қайда? Шайба, әкем бауыры қайда? Деп тиісіп айтқан екен. Сонда Ақил де енді сабырдың да бір уақыты бар ғой енді. Әйеліне былай депті: тозаққа кірсең, егер тозаққа кірсең, кіргеннен сол жағында депті. Тозаққа кірсең, сол жағында депті. Әйелі ашуланып Үсманға барыпты. Үсман сол кездің халифасы екен. Күйеуінен ашуланып Үсманға барып айтқан екен. Үсман да екеуін татуластыру үшін екі ақсақал жіберген екен. Еркек жағының бір ақсақал, әйел жағының бір ақсақал. Құранда солай айтқан ғой, Алла Тағала айтқан: татуласатын ниеттері болса, еркек жағынан, әйел жағынан екі ақсақал барысын деп. Сөйтіп екі ақсақал жіберген. Екеуі үйінің алдына келгенде, үйдің ішінен бір дауыс, күлкі, екеуін күліп атқан бір дауыс естіген екен. Сөйтіп қайтып кеткен екен. Татуласқандарын біліп, екеуі қайтып кеткен екен. Сөйтіп сахабалардың арасында да, үйлерінде, өздерінің араларында осындай да әңгімелер болған. Яғни біздер хадистерде әрқашан бәрі дұрыс нәрселер естеміз ғой хадистерде. Осындай жағдайлар да болған. Олар да адам баласы дегенім ғой. Сөйтіп жаңа қиссаны естіп өзім
Biraz küldüm. İşte sizler de kişilerini külüp kalыңızlar. Endi bizlerini üylerde bobatkan sunday urus keris degen ängime adam balasının ömüründe tarih boyunca osunday nesiller boğan bar. Sol ängime. Küldüңүздөр mü? Sizler de. Жақсы, selamünaleyküm.